Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Бүгін өте дәмді үй жағдайында жасалатын сливки творожный сырды қажет етпейтін шоколадты тортты жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, араластырып аламыз. Бұл торттың ерекшелігі ешқандай миксерді қажет етпейді, венчиктің көмегімен жасай аласыздар. Енді үстінен иісі жоқ сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, қопсқышты салып, алдын ала араластырып дайындап аламыз. Енді оны екі бөлікке бөліп, осылай араластырып шығамыз. Қыздар, менің каналымда шығып отыратын жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Өте қою масса пайда болады. Енді оның үстіне какаомызды қосып, тағы да араластырып шығамыз. Осындай қою масса шығады. Енді оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, біркелкі етіп асықпай араластырып шығамыз. Алдын ала пешті қыздырып дайындап қоятын боламыз. Бізде осындай біркелкі қою масса пайда болады. Енді оны формамызға құйып, пешімізге саламыз. 180 градуста 40-45 минутта пісіреміз. Тортымыз дайын, енді оны суытамыз. Кремге қажетті заттарды астына жазып қалдыратын боламын. Тортымызды екі бөлікке бөлетін боламыз. Енді кремімізді жағып, тортты жинаймыз. Форманың диаметрі неғұрлым аз болса, біздің бисквитіміздің биіктігі де соғұрлым үлкен болып шығады. Тура видеода көрсетілгендей етіп, корж крем етіп, тортымызды жинап шығатын боламыз. Торттың бетін өз қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Біздің тортымыз дайын. Тортты жинап болғаннан кейін 1-2 сағатқа холодильникке салып қойсаңыздар болады, немесе бірден кесіп жіберсеңіздер де болады. Творожный сыр сливке қосылмаса да өте дәмді, үй жағдайында жасалатын шоколадты тортты сізге де жасап көруге кеңес беремін. Сонымен қатар қыздар, менің YouTube каналымда бұдан да көп түрлі рецептер бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.